Бүгінгі тақырып атмосфера, яғни географиялық қабықтардың келесісі бұл атмосфера. Атмосфера грекше атмос бу, сфера шар деген мағынаны білдіреді. Енді атмосфераның құрамына келетін болсақ, атмосфераның негізгі құрамы, яғни 78% азоттан тұрады екен. 20,95 немесе жоқтап алғанда 21% кәдімгі адамдар демалатын оттегіден тұрады екен да. Қалған жаңағы 1% жаңағы әртүрлі басқа газдар, оның ішінде көмір қышқылдың құрамы 0,3% екен де, ал инертті газдар 0,93% құрайды. Яғни бар болғаны 1% ғана құрайды басқа газдар. Ең негізгі құрам 78% ол азот, және 21% жоқтап алғанда ол оттек екен. Енді мынау жаңағы атмосфераның құрамына келетін болсақ, негізгі 3 құрамнан тұрады екен. 3 бөлікке бөлінеді екен атмосфера. Ол мына суретте көріп тұрғаныңыздай тропосфера, стратосфера және атмосфераның жоғарғы қабаттары. Есте сақтаймыз: тропосфера, стратосфера және атмосфераның жоғарғы қабаттары. Жер бетіндегі тіршілік үшін маңызды бұл тропосфера қабаты екен. Тропосфера деген сөздің өзі, егер дәлмен-дәл жаңағы аударатын болсақ, бұрылыс, өзгеріс қабаты. Яғни өзгеріс қабаты деп бекер айтқан жоқ, өйткені барлық біздің планетамызда тіршілігімізге, бізге жалпы өсімдіктердің, жануарлардың тіршілігіне қажетті жаңағы алмасулардың барлығы, өзгерістердің барлығы, жел, бұлт, жаңбыр деген сияқты құбылыстардың барлығы осы тропосферада жүзеге асады екен. Яғни бұлттардың жаңағы жасалуы, желдің болуы, бұлттардың жаңбыр қар түрінде түсуі, сондай өзгерістер, яғни ауаның циркуляциясы, судың циркуляциясы осы тропосферада жүреді екен. Сондықтан тропосфераны бекерден бекер жаңағы өзгеріс қабаты деп алған жоқ. Енді тропосферада бүкіл атмосфера ауасының 80% және осыншама су буы шоғырланған екен. Тропосфераның жалпы орташа қалыңдығы шамамен 11 километр. Мына аралық шамамен 11 километр. Тропосфера экватордың үстінде қалың болады екен де, полярлық ендіктерде жаңағы жұқа болады екен. Яғни экваторда 17 километрге дейін жетуі мүмкін. 10-12 қоңыржай белдіктерінде, ал полярлық ендіктерде қалыңдығы бар болғаны 8-10 километр болуы мүмкін екен. Енді тропосфера жаңағы бастапқыда төменгі қабаттары өте ыстық болады да, жоғарылаған сайын температура төмендейді екен. Яғни тропосфераның ең жоғарғы қабатында температура -55 градусқа дейін жетеді екен. Есте сақтаймыз. Енді мынау келесі қабат, суреттен көріп тұрғаныңыздай, бұл стратосфера деп аталатын қабат. Стратосфера, яғни мына суреттен көріп тұрғаныңыздай, қалыңдығы, бұл стратосфераның қалыңдығы шамамен 50-55 километр. Мына стратосфераның. Енді бұл стратосфераның температурасы тропосферадан стратосфераға ауысқан кезде төмендейді, бірте жылына бастайды, қатты ысы бастайды. Бұл мынау озон қабатымен байланысты. Яғни осы стратосфераның төменгі жағында, мына суретте көріп тұрғаныңыздай, озон қабаты орналасқан. Озонның формуласын білесіздер. O3. Көбіне біз жаңбыр жауғаннан кейін иісін де сеземіз, бір жаңбыр жауғаннан кейін бір ерекше иіс болып тұрады ғой, бұл жаңағы жерден буланып шыққан озонның иісі екен. Яғни осы озон қабаты стратосфераның төменгі жағында орналасқан, және бұл жерде температура жоғары болады екен. Озонның жер бетіндегі тіршілік үшін маңызы өте жоғары. Өйткені мынау күн сәулесінің ультракүлгін сәулелерінен бүкіл тіршілік иесін жер бетіндегі сақтап тұрады екен. Яғни сіздер білесіздер,
күннің ультракүлгін сәулесі адамдар үшін, жануарлар, өсімдіктер үшін өте зиян. Міне сол ультракүлгін сәулелерді жібермей біздің планетамызға жаңағы озон қабаты сақтап тұрады екен. Ары қарай температура жаңағы төмендей бастайды. Енді мына неде суретте көріп тұрғаныңыздай ненің жаңағы атмосфераның жоғарғы қабаттарының өзі бөлінеді екен. Мезосфера, термосфера, экзосфера деп үшкеп тағы да бөлінеді өз ішінде. Енді 80-90 километрге дейінгі қашықтықта температура алдымен төмендейді, содан кейін 1000-2000 градусқа дейін ысиды екен. Дәл осы мынау ненің атмосфераның жоғарғы қабаттарында біз северное полярное сияние дейді, яғни поляр жарқырауын байқай алады екенбіз. Дәл осы атмосфераның жоғарғы қабаттарында күміс бұлттар дейді, яғни серебристые облака, яғни күміс бұлттар жаңағы пайда болады екен. Яғни атмосфераның осы жоғарғы қабаттарының өзінде су бар деген сөз. Сонымен қатар мынау ненің атмосфераның жалпы біздің адамзаттың, планетамыздың жалпы өмірінде маңызы қанша десеңіздер, оның маңызы өте жоғары. Яғни күн сәулесін тікелей, жер бетіне тікелей жібермей, оны жан-жаққа шашыратып біркелкі орналастырады екен. Сондықтан біздің жер беті тез ысып кетпейді, не болмаса тез суып кетпейді. Егер атмосфера болмағанда, тура айдың бетіндегідей, біздің жердің беті күндіз 120 градусқа дейін ысып кететін еді. 120 градус деп отқаныңыз тек ненің судың, не болмаса өзен, көлдердің суы ғана емес, мұхиттардың да суы буланып жоқ болып кететін еді. Ал түнде температура -100 градусқа дейін түсіп кететін еді. Яғни жер өте қатты суып, қатты ысып кетер еді. Міне осындай нені болдырмай, осындай үлкен тіршілікке өте қолайсыз температураның ауытқуын болдырмайтын осы біздің атмосферамыздың болуы екен. Сонымен қатар тағы айта кететін нәрсе, қазіргі таңда мынау атмосфераның ластануы өте басты проблема болып отыр. Біздің Қазақстандағы ең лас қалалар бұл Теміртау, Тараз, Риддер, Балқаш, Өскемен, Шымкент, Алматы, Жезқазған болып отыр. Ондағы ластану деңгейі 5-10 есе артық екен. Ал әлемде Лондон, Нью-Йорк, Токио секілді қалаларда да ластану өте жоғары. Сондықтан ауаны таза ұстау, атмосферамызды сақтау бұл қазіргі ең басты біздің проблемамыз, ең басты алға қойған мақсатымыз. Енді мынау неге кішкене оралайын, мына жерде азот туралы айтып кеткім келіп тұр. Азот өте көп құрамда болғанымен біздің ненің құрамында, ауаның құрамында. Адамдар онымен демалмайды екен. Біз білесіздер, оттегімен демаламыз, көмір қышқылын бөліп шығарамыз. Бірақ азот өсімдіктерге өте қажет екен. Өсімдіктер онымен тікелей қабылдамаса да, топырақ арқылы, яғни топырақта осы азотты қорытатын арнайы бактериялар болады екен. Міне солар бұл азотты қорытып өсімдіктерге тамырлар арқылы жібереді екен. Сонда қарап отырсаңыз, азоттың көп болуы олардың өсімдіктердің пайдалануынан екен. Өсімдіктер тіршілігі үшін маңызы өте зор. Енді келесі тақырып мынау атмосфераны өлшеу жұмыстары. Яғни атмосфераның температурасын, қысымын, жалпы атмосфераның құрамын өлшеу жұмыстары сонау 19 ғасырдан басталған екен. Алдарыңызда аэростат деп аталатын осы 19 ғасырда аспанға, атмосфераны зерттеу үшін осындай аэростат деп аталатын құрылғылар жіберіп отырды. Одан кейін зонд шарлар жіберіп отырылды. Зонд деп отқанымыз, яғни бақылау, сипап білу деген мағынада аударылады француз тілінен. Міне бұндай зонд шарлар шамамен осы шарға ұқсас, аспанның жоғарғы, атмосфераның жоғарғы қабаттарына, яғни өте жоғары көтеріледі екен де, ауаның құрамы, қысымы, температурасы жайлы мәліметтер жинақтайды екен де, кейін жерге түскенде адамдар оның мәлімет алады екен. Бірақ бұл шар зондтар өте тиімсіз болды, өйткені олардың қай жерге құлағаны
белгісіз болды, қай жерге құлайтыны белгісіз болды. Оны іздеудің өзі қиындық туғызды. Сондықтан қазіргі таңда шар-зондтар қолданылмайды. Шар-зондтардың орнына мынандай радиозонд деп аталатын құрылғылар қолданады. Атмосфераның жоғарғы қабаттарын зерттеуге арналған. Мынада қарап отырсаңыз, радиодатчик орнатылған. Бұл радиодатчик барлық мәліметтерді жинайды екен. Яғни қысым, температура, басқа да мәліметтерді 35-40 километрге дейін жоғары бара алады екен бұл радиозонд. Енді жаңағы қазіргі таңда метеорологиялық ракеталар ұшырылады. Метеорологиялық ракеталар бұл радиозондтан 3-4 есе жоғары биіктікке шығады екен. Сонымен қатар жер серіктері қолданылады екен. Жер серіктері мынау күнделікті жаңағы теледидарларға, күнделікті станцияларға мәлімет беріп отырады. Сондықтан біз теледидардан ылғи, жаңалықтардан, жалпы интернеттен күнделікті жаңағы хабар алып отырамыз. Қашан қатты дауыл болады, қашан қатты ыстық ауа райы болады. Сондықтан қазір бұл атмосфералықдағы өзгерістерді зерттеу құралдары өте қатты жетілдірілген. Енді келесі тақырып атмосфералық қысымға ауысатын болсақ, атмосфералық қысым деп отқанымыз ауаның жер бетіне түсіретін күші екен. Есте сақтаймыз, ауаның жер бетіне түсіретін күші. Енді бізге ол күш білінбейді. Бірақ шын мәнінде ауа жер бетінің әр шаршы сантиметріне 1 килограмм 33 грамм салмақ түсіреді екен. Ойлап қараңыздар өзіңіз. 1 сантиметр деген ол көп кішкентай ғана аудан. Жан-жағы 1 сантиметрден, көз алдарыңызға елестетіп. Соның өзіне 1 килограмм 33 грамм салмақ түсіреді. Мысалға, орташа адамды алатын болсақ, сонда орташа адамның ауданына, орташа адамға ауа 15 тоннадан астам салмақ түсіреді екен. Не болмаса біздің алақанымызды алып қарайтын болсақ, 150 шаршы сантиметрді алатын алақанымыздың өзіне 150 килограмм салмақ түсіріп тұрады екен ауа. Бірақ бұл бізге білінбейді. Себебі біздің өз ішімізде, организмнің өз ішінде өзіміздің қысымымыз бар. Сонда ол ішкі қысым, жаңағы сыртқы қысымды итеріп, былайша айтқанда бізге білдіртпей тұрады. Енді мынау ауаның барлық жаңағы айтқанда ауырлығы, салмағы 5 километрге дейінгі биіктікте орналасқан екен, төменде. Неғұрлым төмен болған сайын ауа өте ауыр болады екен да. Ал 15 километрден жоғары ауаның жаңағы ауырлығы, жалпы қысымы азая түседі екен. Тіпті 100 километрден астам қашықтықта ауаның қысымы жаңағы миллион есе азайып кетеді екен. Енді ауаның жаңағы қысымына тек жаңағы оның биіктігі ғана емес, температура да әсер етеді екен. Яғни ауа егер ыстық, жылы болса, ол кеңейіп, жаңағы жеңілдейді екен да. Ал ауа температура жаңағы төмендесе, керісінше жаңағы ауа тығыздалып, ауырлай түседі екен. Сондықтан қарап отырсаңыз, жаңағы менің ауаның әртүрлі биіктікте және әртүрлі температурада қысымы әртүрлі болғандықтан қалыпты атмосфералық қысым деген ұғым қолданылады. Қалыпты атмосфералық қысым деп отқанымыз ол 760 мм сынап бағанасы, есте сақтаймыз. Нормальное атмосферное давление, яғни қалыпты атмосфералық қысым 760 мм сынап бағанасы. Бұл сынап бағанасы 45 градус ендіктегі теңіздің 0 градус, теңіз 0 градус температурадағы теңіз деңгейінен алынады екен. Яғни теңіз деңгейінен 0 градуста 45 градус ендікте, есте сақтаймыз. Сол 45 градус ендіктегі температура, ауа қысымы 760 мм сынап бағанасын көрсетеді екен. Сондықтан бұл жаңағы басты өлшем бірлігі. Бұны қалыпты атмосфералық қысым деп жаңағы атайды ғалымдар. Бұдан жоғары болса қысым жоғары, бұл көрсеткіштен қысым төмен болса, жаңағы төмен қысым деп жаңағыда сондай өлшем бірлік қалыптасқан екен. Ауаның қысымын барометр деп аталатын жаңағы құрылғымен өлшейді екен. Бұны Паричелли деген ғалым алғаш ойлап тапқан. Барометр барометр, яғни ауырлықты, салмақты өлшем деген сөзден шыққан. Барометр алдарыңызда тұр.
мынандай сынап барометрі қолданылады екен көбіне. Сонымен қатар мынау анероидты барометрлер де бар екен. Анероид деген сөзіміз, яғни сұйықтық жоқ деген сөз. Егер мына сынап барометрінде жаңағы сынап деген сұйықтық қолданылса, ал мынау анероидты барометрді көбіне жаңағы нелерге саяхатқа шыққанда туристер өздерімен алып жүретін барометр, сұйықтығы жоқ. Бұл анероидты барометр деп аталады. Содан кейін тағы да есте сақтайтын басты нәрсе, ол әрбір 10 метр биіктікке көтерілген сайын қысым 1 миллиметрге төмендейді екен, есте сақтаймыз. Әрбір 10 метр биіктікке көтерілген сайын қысым 1 миллиметрге төмендейді. Мынау үлкен метеостанцияларда миллиметрді қолданбайды, миллибар деп аталатын өлшем бірлігін қолданады. 1 миллибарда 0,175 миллиметр бар екен. Бірақ енді ол үлкен жаңағы метеостанцияларда. Енді ауа температурасына келетін болсақ, ауа температурасы 100 метр биіктікке көтерілген сайын 0,6 градусқа төмендейді екен. Есте сақтаймыз. Яғни біздің жер бетінің температурасы ең алдымен ауаның температурасы күннен жылынады екен. Бірақ күн жаңағы ауаны емес, білесіздер, күн алдымен жердің өзін жылытады. Сондықтан жер алдымен жылынады, содан жерден көтерілген ыстық жаңағы ауаны жылытады. Сондықтан неғұрлым жерге жақын болған сайын температура жоғары болады да, ал 100 метр биіктікке көтерілген сайын температура, есте сақтаймыз, 0,6 градусқа төмендейді екен. Тәуліктегі ең төменгі температура күн шығар алдындағы уақытқа сәйкес келеді. Таң атқан уақыт, шамамен 5-6-лардағы, ол түсінікті, өйткені түнімен жаңағы жер бетіне күн тиген жоқ, түнімен жер беті суыды. Сондықтан таң атар алдындағы температура ең төменгі температура деп аталады. Ал мынау түскі мерзім, яғни түскі 2-3-тердің кезі, ол тәуліктегі ең жоғарғы температура екен. Есте сақтаймыз. Түскі 2 мен 3-тің аралығы бұл тәуліктің ең жоғарғы температурасы екен. Одан кейін ауа бірте-бірте жаңағы температура төмендей бастайды. Осы бір тәулік ішіндегі ең жоғарғы және ең төменгі температуралар айырмасы температураның тәуліктік амплитудасы деп аталады. Амплитуда мөлшер, өлшем деген сөз. Енді мысалға, тәуліктік амплитудаға мысал келтіретін болсақ, егер тәуліктің ең төменгі температурасы, яғни таң азандағы температура 20 градус болса, жаздың күні мысалға, ал жаңағы түстен кейінгі 2-3-тердің уақыты бұл 30 градусқа дейін ысыса, осы екеуінің арасындағы амплитуда 10 градусты құрайды екен. Яғни осыған байланысты есептер келсе, осылай шығарасыздар. Яғни ең жоғарғы көрсеткіштен төменгі көрсеткішті алып тастайсыздар. Метеостанцияларда негізі орташа тәуліктік температураны есептеп шығару үшін, яғни орташа тәуліктік температура деген ұғым бар. Орташа тәуліктік температураны метеостанцияларда көбіне тәулігіне 4 рет өлшейді екен. Яғни азанда, түсте, кешкісін, түнде деген секілді. Сөйтіп сол температуралардың санын қосып, көрсеткішін қосып 4-ке бөледі екен. Сол кезде орташа тәуліктік температура шығады екен. Орташа тәуліктік температураның негізінде орташа жаңағы айлық температураны есептеп шығаруға болады екен. Яғни жаңағы бір айдағы 30 күндегі орташа тәуліктік температураны түгел мөлшерін алады да, бір-біріне қосып 30-ға бөледі. Оны сіздер осы сабақтан кейін жаңағы есептерді шығару барысында көздеріңізді жеткізесіздер. Енді тағы бір ұғым, есте сақтайтын ұғым, ол изотерма деген ұғым. Изотерма грекше бірдей, терма жылу, яғни бірдей жылу белдеулеріне көрсететін сызықты, бірдей жылу температураларын көрсететін сызықты изотерма деп атайды. Көбіне қаңтар изотермасы климаттық картада көк немесе қара түспен беріледі, ал шілде изотермасы қызыл түспен беріледі. Мысалға, неден картадан қарайтын болсаңыздар, мұнда қайсысы қаңтар, қайсысы шілде екенін
анықтауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.